Құрметті ата-аналар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз декоративті живопись. Бізде мысалға объемный живопись, станковый живопись деп бірнеше түске бөлінеді. Декоративті живопистің жай қарапайымғы живопистен айырмашылығы неде? Мысалға перспектива, ол декоративный живописте перспектива ұстау міндетті емес. Сосын бір заттың объемын беруден бас тарту, сосын ашық жарық түстерді бір-бірімен үйлестіру. Сосын пятно арқылы сол заттың негізгі формасын беру. Және қара басқа да түстермен линия контур беруге мүмкіндік бар бұл жердің. Сосын бұл жерде заттардың пропорциясын өзгерту. Жай неге қараған кезде. Қазір мен экраннан бірнеше композицияларды жіберем. Сол арқылы солардың ішінен біреуін өздеріңіз таңдап салсаңыздар да болады. Болмаса өздеріңіздің ойларыңыздардан құрастырып салуға да болады. Қазір мен соның ішінде біреуін ғана таңдап алып, соны қалай салу керектігін түсіндіріп өтемін. Уақыт қысқа болғандықтан мен натюрмортты ғана алдым. Мына заттарды мысалға жылы түс болады да, қалғандары салқын түс, екі түстің бір-бірін сонда да үйлесімділігін табу, қалай табу керектігін. Көрдіңіздер ме, мына контур линия арқылы. Мысалға мына жерге мысалға жарық ашықта, светло оқыра дейді. Енді осыдан сәл-сәл түс қосып отырамын, мына палитраға. Сол аққа сәл ғана басқаша түс қостым. Сәл потемнее жасадым. Өсіп кете береді. Түстің бір-бірімен үйлесімділігі. Мысалға сол бір-біріне өте жақын ұқсас түс. Ендігі келесі полоска. Тап осыны алам. Енді бұған мен сәл қызыл қосқан дұрыс шығар деймін. Қызғыштау түс қосам. Так. Кішкентай оранжевый қосып. Дальше. Өсіп кете береді. Декоративный живопись дегеніміз. Осы. Келесі түс әр қарай бұдан да темный, от светлого к темного дейді ғой. Енді қоңыр түс алуға тура келді. Қоңыр түс, ашық қоңыр түс, ашықтау қоңыр түс. Жаңағыда өзім айтып өткендей, бұл жерде жаңағыда объем беріп, бірінші план, екінші план, свет и тень деген міндетті емес. Ендігі түс бұдан да сол қоңыр түстің таза өзін алам. Енді ол қоңырлау болу үшін кішкентай көкшілдеу қосып, бұдан да темноватый. Сонда айырмашылығы сәл ғана болып тұр. Байқасаңыздар. Живописінде осындай әртүрлі өзінің стильдері дейма, түрлері бар. Жаңа мен өзім түсіндіріп өткендей. Енді келесін
қара түс қоссам да артық болмайды. Қоңырға сәл қара. Сосын қызғыш қоңыр. Бұл жерде айтады ғой, рефлекс, блик деген сияқты. Кешкіні өзінің рет-ретімен қолданғанды жөн көрдім да. Жүрек кішкентай бүйтіп. Мына жерде де солай. Бұл жерде біздің білегіміз сияқты. Мына жерде де кішігірім білек болып көрінеді. Тоже тура солай қайталана береді. Кешкіні әр өзінің орнынан пайдалануымыз керек. Тонкий кішкентай жерге жаңа дайындап алып алған колермен әрі қарай жалғастырам, палитрада тұрған. Так, қоңыр цвет. Ашықтау. Мына жерге неге ашық түс беріп жатырмын? Қараңыздар, мына жерде қоңыр цвет. Егер мен қоңыр қылсам, бұл кезде мына крышканың формасы жоғалып кеткен болар еді. Бұл кезде оның бөлек бір ашылып жабылатын зат қой, бұл да бір чайнектің бір предметі. Сондықтан солай жарықтау беруге тура келді. Мына жерге енді. Мынаға қайтадан қоңырлау түс. Мына жерге қоңырлау, мына жерге одан да қоңырлау. Беріп шығармын. Даже мынадай немен линия берсем, қара түспен, әлі әртүрлі түспен линия беруге болады деді ғой. Мысалға мен қара емес, темный коричневый дейді, соның линия беріп, мынаны подчеркивать деп отырмын. Подчеркивать етсеңіздер де болады, или осылай қалдырсаңыздар да болады. Мен мысалға маған бұлай подчеркивать еткен ұнайды өзіме. Жалпы мына жыл енді салқын түстерге көшем, мысалы көк, голубой, синий, фиолетовый деген сияқты. Ол әдемі бір өзінше бір контрастный әдемі түсет болады. Мен қазір мына алманың да формасын келтіріп қойдым. Енді мына артындағы фонмен жұмыс істеймін. Палитра дейді ғой бізде. Мысалға алды жағынан бастаймын, мысалға ашықтан бастағым келіп тұр, ашық түс. Одан да ашық берсем қасына. Бір-біріне жақын түстер.
бұл жерде контрастный түстерде берсе болады. Енді фантазия мен жасай берсе болады. Неге қараңыз, мына столдың үсті. Жаңа жер. Мына столдың үсті. Столдың үсті. Төмен қарай түсіп тұр ғой. Өзі мына сәл ғана. Сәл болар болмашы ғана. Көрдіңіздер ме? Черный цвет жасау болады. Потемнее. Чуть-чуть. Мына екі ашық жасылмен, бирюзовый жасылмен көпті қосақта болады. Енді мен жерде шамалы өзгеріңкіреп кетті. Онда тұрған ештеңе жоқ. Кішкентай жарық беріп қойсақ та болады. Дальше кете береміз. Төменгі түсіп тұрған жерді көрсетеміз. Фиолетовый. Берем жерге. Өстіп жалғастырып алып кете берсе болады. Үстіне тағы да повтор басып өтсеңіздер болады. Чтобы текст. Негізі бұл декоративный живописті гуашьпен, маслымен, акрилмен салған жөн болады. Енді мен уақытты алмау үшін пауза арқылы түсіріп отырмын. Пауза арқылы түсіріп отырмын. Тағы да өстіп-өстісіне жүріп өтеміз. Так. Үйдегі жағдайға байланысты. Анамын отабысы шабат әдемді. Енді мына жерге өздеріңіз мындай линия сызсаңыздар да болады, сызбай айттым ғой, қара или ақ, яркий любой түспен сызса болады дейді. Мысалға, қарамен сызсам да болады, или көкпен, білмеймін енді, сол өздері әркімнің өзінің вкуса не байланысты. Өстіп. Мына жерлерге тен салуыма да болады. Мына жерге тен. Обязательно. Тен. Теннің өзі декоративный болады. Ашықтығы көк. Мына жерге де тен. Жасыл. Бирюзовый цвет қой, енді основной. Енді уақытты экономдауға тура келіп тұр. Осылай ары қарай жалғастырып кете берсе болды. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті.